Баршаңызға қайырлы күн. Егер сіз әлі де болса баклажанды майға қуырып төшін езік салатын жасап жүрген болсаңыз, менімен бірге қуырмай өте дәмді етіп пеште жасап көріңіз. Ендеше бізге бір порцияға бір үлкен баклажан керек болады. Оны жіңішкелеп шамамен жарты сантиметр етіп ұзыншалап кесеміз. Содан кейін бір порцияға бір жұмыртқа және кішкене тұз сеуіп араластырып қоямыз. Енді бізге осында панировочный сухари керек болады. Осында бір қаптамасын аласыз. Ол біразға жетеді сізге. Және тек қана салаттарға ғана емес, қытырлы тауық, стрипсы, котлет, балық, тағы да сол сияқты неше түрлі тағамдарға қолдансаңыз болады. Противенге пергамент қағазын төсеп майлап аламыз. Баклажанның бір жағын ғана жұмыртқаға матырып, сол жұмыртқа жағын сухариге саламыз. Және де противенге қойғанда таза бетін астына қаратып қоямыз. Мінекей бір үлкен баклажаннан осынша салат шығады. Бұны қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутқа қоямыз. Баклажанымыз піскенше соусын және ортасына қоятын көкөністерді дайындап қоямыз. Соусына майонез, 2 сарымсақтың тісшесі, дәміне қарай тұз, аз көк турап қосамыз. Бір дана қызанақты сопақшылап, яғни ұзыншалап турап аламыз. Листья салатын кішірек бөлшектерге бөліп аламыз. Мінекей баклажанымыз да пісті. Суытып алған соң салатымызды дайындауға кірісеміз. Баклажанның таза бетіне соусын жағып, листья салатын қызанақты қоямыз, сосын орап рулет жасаймыз. Дастарханның сәнін ашсын деп, осындай бальзамический соустан баклажанның үстінен бір-екі рет жүргізіп жіберемін. Мен төшін езік салатын қазір тек осылай жасаймын. Өте дәмді, шылқылдаған майы жоқ, керемет болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.